Qurban ayt masalesi var. Бұл Qurban ayt masalesi туғандар мына 31 июль 2020 жыл Құда қаласа мына Qurban ayt майрамы. Бұл майрам Алла Тааланың тарауынан мұсылмандарға берген ұлы құрсаншылық қуаныштуу майрам болады. Бұл күні ораза тұтса арам болады. Анткени майрамдық маанай болуш керек, бір қайғы маанай болуш керек. Жаратқан Алла Тааланың берген бұл құрбандық майрам. Эми өзү құрмандық чалуу бұл Адам алейхиссалам, Адам атабыздан бери келе жатқан амал. Пайғамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин ушу тартылып келген, ушу құрмандық чалуу амалы узарып келген. Албетте, Hazret Ибрахим пайғамбардан ушул өзгөчө мааниге ээ болуп, өзгөчө анткени Исмаил пайғамбарды Алла Таала құрмандық чалууга буйрганда, ошон үчүн пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сүннәте абикум Ибрахим, силерден атаңар Ибрахим пайғамбардын сүннөтү деп айтканда, анткени Алла Таала Ибрахим пайғамбарды өтө сыноого салып, bir жағынан отқа өзін таштап атса, бала чақасын таштақ, гайризи зар деп бір егін өспеген жерге алып барып келіп атса, алеми баласы чоңойып қалғанда, мұхаббаты күчейіп кеткенде, ошо мұхаббатын құрмандық чалыш үшін баласы мұздағанға, құрмандық чалғанға бұйырып атпайм Ибрахим пайғамбар. Ошодан кейін мына Мухаммад алейхиссаламды чейин қарап, андан да үмметіне чейин алго эми баласын құрмандық чалган. А сиздерге, биздерге Алла Таала ушундай бир кочкор, кой құрмандық чалганга келди да. Өзү Кур'ани Каримде ушул құрмандық чалган жолдорун Алла субханаху ва таала мындай деп айтат: "Ва ликулли умматин жаална мансакан лиязкуру смаллаху алейх лиязкуру смаллаху ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам" дейт. Мынакей Хадж сүресінде бар екен, біз әр бір үмметке ушундай бір жол дайындап қойғанбыз. Алла Тааланың атын атап, Алла Таала ырызқы берген ошол үй жануарларынан құрмандық чалғанға Алла Тааланың атын атап, бисмиллахи Аллаху акбар деп, біз әр бір үмметке жол дайындап қойғанбыз деп Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтып атат. Бұл жерден бізге мұсылмандарға чоң сабақ Ибрахим пайғамбардың құрбаншылығынан. Анткени ал бардық нерсесін жаратқан Алла Тааланың разычылығы үшін құрмандық қылғанға таяр. Эмне нерсени жакшы көрсө, нерсе, буюм, денсаулық, жашоо, бала чака, бардығы бұл Алла Таала берген, Алла Тааланыкы, Аллага таандык. Ошондуктан құрбандық чалғанға Алла үшін аянған эмес да. Ушудан біз дағы ушу үйрөнсөк, Алла Тааланың разычылыгы үчүн, Алла Тааланың дини үчүн бардык нерсени курмандык чалганга үйрөнүш керек тугандар. Өзгөчө эң биринчи ар бир адам өзүнүн напсисин, напси каалоосун ушуну сындырып, ушуну курмандык чалып, жараткан Алла Тааланың диниге жакшылыгыначы